Есенбай Мирас Жанатұлы. Туған күніңіз? Тамыздың 5-і 2005 жыл. Туған жеріңіз? Кеген ауданы Тұйық ауылы. Ұлтыңыз? Қазақ. Азаматтығыңыз? Қазақстан. Біліміңіз? Орта, студент. Қай жерде оқисыз? Есік қаласы, Еңбекшіқазақ ауданы. Студентсіз ғой? Қайда оқисыз деп сұрап қойыпты. Есік қаласы, Есік гуманитарлық экономикалық колледжі, 4-ші курс. 4-ші курс. Жақсы. Қайда тұрасыз? Мекен жайыңыз? Еңбекшіқазақ ауданы, Азат ауылында тұрам. Жақсы. Көше үй нөмірін айтып жіберіңізші? Қонаев көшесі, 46А үй. Сіз бойынша куә ретінде шақырылып отырсыз. Сіздің куә ретіндегі құқықтарыңызды түсіндіремін. Қылмыстық жазаланатын іс-әрекет немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін өзін немесе жақын туыстарын қудалауға әкеп соғатын айғақтар беруден бас тартуға, өзінің ана тілінде немесе өзі білетін тілде айғақтар беруге, аудармашының тегін көмегін пайдалануға, өзінен жауап алуға қатысатын аудармашыға қарсылық білдіруді мәлімдеуге, соттың әрекеттеріне, әрекетсіздігіне шағым келтіруге, өзінің құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты, оның ішінде қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтініш хаттар мәлімдеуге, өз адвокатыңыздың қатысуымен айғақ беруге құқылысыз. Міндеттеріңіз соттың шақыру бойынша келуге, іс бойынша болғанның бәрін шынайы түрде хабарлауға және қойылған сұрақтарға жауап беруге, іс бойынша өзіне белгілі мән-жайлар туралы мәліметтерді жария етпеуге, сот отырысы уақытында тәртіпті сақтауға міндетсіз. Сонымен қатар жалған жауап беретін болсаңыз, немесе жауап беруден бас тартатын болсаңыз, қылмыстық жауапкершілік туралы ескертемін. Түсінікті ме сізге? Алдыңызда ант тұр, антты оқып қабылдаңыз. Мен Есенбай Мирас Жанатұлы сотқа іс бойынша өзіме белгілі болған барлық мән жайды тек қана шындықты, барлық шындықты айтуға және шындықтан басқа еш нәрсе айтпауға ант етемін. Хатшы, барып қолхат алуыңызды сұраймын. Шерзат, сіздің досыңыз деп айттыңыз, да? Қашаннан бері дос болып келесіздер? Қашаннан бері танисыз оны? Бір ауылда тұрған соң, уже 5-6 жылдан көп болды. Жақсы. Бұрыннан бері. Сотталушыларды танисыз ба? Жоқ. Ешқайсысын танымайсыз ба? Ешқайсысын танымаймын. Жақсы. Мемлекеттік айыптаушылар өз сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Рахмет. Куә, жалпы осы қылмыстық іс бойынша өзіңізге белгілі мән-жайларды айтып берсеңіз бірінші. Қай кезде, қай күні, қай жерде орын алды және қандай оқиға орын алды, кімдердің арасында толып. Одан кейін сұрақ қойыңыз. Қазан айында 3 күні біз кешке қаратай Ахмет Қытайға оқуға шығам дегеннен кейін біз бас қосып отыруға келістік. И сол кезде бізге Шерзат звондады. Шақырды. Ахметке яғни звондады. Ахмет маған ештеңе айтқан жоқ, просто Шерзаттың магазиніне барып, көмектесуге шақырып жатыр деді. Біз бардық сол кезде. Сол 3-нен 4-не қараған түні болды. Звондаған кезде жалпы сізге айтылды ма, негізі не үшін шақырды, не көмек екенін? Басында балалармен отырған кезде ол просто магазинге көмектесуге шақырып жатыр деді, бір заттар тасуға. Сосын былай шыққан кезде былай біреулермен, бір балалармен ерегес қапты, солмен көмектесіп қайтайық деді. Жақсы. Одан кейін сіздердің іс-әрекеттеріңіз. Біз не істедіңіздер? Біз сол магазинге барған кезде, ол кезде Шерзат болмады. Біз барған кезде Шерзаттың ағасы және әкесі тағы 2 аға болды. 4-еуі сөйлесіп жатты кәдімгідей. Сабырлықпен кәдімгідей. Сосын бізге Нұрғанат аға Шерзатқа звондаңдар, қол алысып кешірім сұрап қайтсын деді. Біз звондап болғаннан кейін артынан бір машина келді, көлік. Жақсы. Сол жерде анығырақ айтсаңыз, қандай автокөлік, маркасы қандай, енді ер адамсыз ғой, білетін шығарсыз, қанша автокөлік және жалпы қанша адам болмаса келді ме? Біз келгенге дейін
бір машина Golf двойка болды. Біз келгеннен кейін Hyundai Accent оранжевый цветпен 3 жігіт түсті. Одан кейін олар амандасып, мән-жайды сұрасып, сөйлесіп тұрған кезде артынан Mercedes Kaban 140 келді. Жақсы. Hyundai'дың ішінен 3 адам шықты дедіңіз. Иә. Mercedes-тан қанша адам шықты? Mercedes-тан білмеймін, бірақ көп түсті. Кәдімгідей көп түсті. Олар амандаса салып, мән-жайды алмай, уже Ахметті ұрды. Осы жерден нақты айтып берсеңіз, кім бірінші жақындады, кім бірінші ұрды, кім бірінші бастады, жалпы күш көрсетуді? Hyundai Accent машинасынан түсі уже амандасып отқан кезде артынан Mercedes машинасы келеді. Сол кезде бәрі уже топ болып жиналып, бір-бірімен амандасып, бұлай қараған кезде уже Ахметтен сұрап отты, сен ба менің бауырымды ұрған деп. Ахмет жоқ, мен ұрмадым деген кезде, оның бет тұсынан ұрады. Ахмет алып қалады. Сол кезде маған біреу келе жатады. Мен итеріп жібереді. Мен артқа бір аяғымен түсіп шығамда, қарасам Ахмет уже екі жақтан тартып отыр. Нұрған атаға екеуі. Кімді тартып жатады? Нұрған атаға, сосын екінші ағаны білмеймін. Ол кісілерді көрсеңіз тани аласыз ба? Жаңағы ұрған кісіні, тартқан кісіні. Түрлерін есте сақтаған жоқ екен. Ахметке қарап, оны Ахметтен алып шығуды ойладым. Сосын олардың қолдарына қарағанда пышақты көріп қалдым да, бір-екеуінен. Сол кезде уже қашу керек екен түсіндік. Сосын бізге қашыңдар деп айтты, біз қашып кеттік. Жақсы. Негізі сізге соққы келді ме нақты? Жоқ, келген жоқ. Досыңызға ғана келді ме? Иә. Досыңызды соққан адамды білесіз ба? Түріне қарап үлгерген жоқ екен, маған да келе жатты сол кезде. Жақсы. Негізі микрофонды жақын итермеңізші. Ол сөздің бәрі неден басталды, сізге айтылды ма негізі? Не үшін жаңағы кісілер келіп тұр, жалпы кіммен сөйлесу үшін шақырды сіздерді? Жоқ, біз білмейміз не үшін келгендерін, бірақ өзім ойлап қараған кезде мына жақта екі аға тұр екен да, Шерзатпен ерегес қалған көрініп тұрды. Сосын уже олар кешірімдерін беріп, болды деп жатқан кезде Шерзатқа звондап, қолды алысып кешірім сұрасын деп звондаған едік. Бірақ артынан екі машина келді. Сол екінші машинамен келген жаңағы Мерс келді деп айттыңыз ғой артынан. Сол жерден түскен адамдардың барлығының іс-әрекеттерін айтып бере аласыз ба сіз нақты? Олар амандасты, бірақ әңгіме айтып емес, сразу дөрекілік танытты. Балаларға сендер ме менің бауырларымды ұрған деп дөрекілік танытып, бірінші Ахметке тиісіп ұрды уже. Жақсы, одан кейін сіздер қаш деп айтты. Кім сіздерге қаш деп айтты? Мен өзім кім екенін білмеймін, бірақ қашыңдар деген дауысты естідік. Сосын Ахметті сол талпаның арасынан алып шығып, біз өзіміз қашып кеттік. Жақсы. Одан кейін оралдыңыздар ма ол жаққа? Бір 10-15 минутта оралдық уже. Біз Шерзатқа звондаған кезде, Шерзат телефон көтермеді. Біз уайымдап қайтадан келген кезде, Шерзаттың апасының магазинінің есігін алдынан көреміз. Сосын сол болған оқиғаның болған жерде тұрғындар тұр екен. Біз қарасақ, ол жерде қан, көлік машинаның кілттері сондай болды. Біз магазинге қарай бардық. Магазинде біреу бар ма екен деп. Жақсы. Жаңа сіз айттыңыз, біреудің қолынан пышақ көрдім деп өзіңіз. Жалпы келген адамдардың қаншасының қолынан көрдіңіз? Көрдіңіз ба? Бір адамның қолынан ғана көрдіңіз ба, әлде қалай? Жоқ, 2-3 адамның көбінесе 4 адам, көп дегенде. Ұқсаттыңыз ба пышаққа или басқалай? Кәдімгі ашылып жабылатын бәкіге ұқсаттым мен. Жақсы. Қайтып келгеннен кейін апасымен сөйлестіңіздер ме? Сіз келген кезде. Апасымен сөйлесе алмадық, өйткені ол бізге жауап бере алатындай жағдайда болған жоқ. Біз ол кісінің магазинге кіргізіп, су беріп, скорый шақырдық. Сосын Ахметтің де басын жууға шығып кеттік. Жақсы. Жалпы қайтып келген кезде бір заттарды байқамадыңыздар ма сол жерде?
төгілген су ретінде, қан ретінде болмаса? Только қан іздерін ғана көрдік, сосын машинаның кілтін ғана көрдік. Қалған ештеңе көрмедім. Жақсы. Одан кейін сол жерге адамдар жаңа мэрстан келген кезде, мэрспен бірге біраз адам түсті дедіңіз ғой. Шамасын айта аласыз ба негізі? Артынан 3 еркек, 2 әйел кісі түсті, алдынан 2 түсті деп ойлаймын. Өзім солай көрдім. Сол жерде түскен кезде 2 әйелдің іс-әрекетін айтып беріңізші. Ол 2 әйел көліктен түсіп, сразу дүкенге қарай кетіп қалып, дүкеннің ішіне кіріп кетті. Содан? Мен солай көрдім. Сосын бізбен амандаспай, өзара амандасып, Ахметке келіп жағасынан ұстап, сен ба менің бауырыма деп тискен деп, уже тисе бастады, ұрып. Иә, сол сәтте жаңағы 2 қыз қайда болды? Дүкеннің ішінде болды. Ішінде болды. Яғни есік алдында болды сол. Есік жақта болды дүкеннің. Шыға беріс? Иә, шыға беріс жағында. Қандай іс-әрекеттер жасап жатты? Қыздар ма? Иә, қыздардың екеуінің іс-әрекеті. Жалпы дүкеннің шыға берісінде тұрды деп айтып тұрсыз, иә? Не істеп тұрды? Жай тұрды ма, болмаса бір нәрсе істеп жатты ма сол жерде? Жоқ, дүкенге қарай өткіз жерін сұрап, ол кезде дүкеннің есігі жабық тұрған. Сол дүкенге қарай кіруілерін сұрап, сол кірейін деді. Мен соны байқадым. Жаңағы досыңыз Махметке күш қолданған кезде, яғни соққы жасаған кезде, бізде жәбірленуші Нұрымов, Гайпаевтар қай жерде тұрды? Олар дүкеннің есік жағына қарай бара жатты. Қай жақтан бара жатты? Бір 2 метр жерден есікке қарай бара жатты. Өйткені ояқада адамдар кетіп барады ғой, сол кезде Нұрғанат аға, сосын Шерзаттың әкесі сол жақта болды. Біз қарап тұрған кезде Ахметтен келіп сұрады. Сен ба менің бауырым тұрған деп, сосын ұрды. Жақсы, досыңыз Полаттың қайтыс болғанын қай кезде естідіңіз? Больницаға барған кезде естідік. Біз олға дейін әлі сенбеген едік. Білмеген де едік, ондай жағдай болғанын. Ауруханаға барып, сол кезде бірақ хабардар болдық. Сол күні ма? Болмаса біраз ол? Сол түні, сол кезде. Тағы не қоса аласыз осы мән-жай бойынша? Нақты сұрақтарыңызды қойыңыздар. Бар ма сұрағыңыз? Құрметті сот, менде бір сұрақ бар. Куә Сейсенбай, алдыңызда тұрған сотталушылар, сіз қазір сол күні оқиға болған көрдіңіз бе? Бір екеуін ғана көрдім, мен есімде қалғандарын. Қазір көрсете аласыз ба, кімді көрген? Есіңізде қалған адам. Оң жақта... Құрметті сот, рұқсат болса, сотталушы тұрса? Тұрыңыздар. Сол жақтан санағандай ешіншісі? Біріншісі болғанын білем, сосын оң жақта екіншісі. Сосын оң жақтан санағанда 4-шісі. Сол үшеуін нақты есінде. Яғни, рұқсат болса, Нұрқияс... Сол жақтан бірінші дедіңіз ба? Сол жақтан бірінші. Сол жақтан бірінші, оң жақтан екінші және 4-ші. Солар тұрып қалғандары отыра берулеріңізді сұрайын. Өздеріңіз таныстырып өтіңізші. Нұрқияс Дәулетбекұлы. Белғожаев Шыңғыс Сайдосын. Тоқтаубаев Нұрбол Маратбекұлы. Отыра беріңіздер. Куә Сейсенбай, осына 3 сотталушының түрін танып отырмыз дедіңіз. Әрқайсының әрекетін бізге сипаттап айтып бере аласыз ба? Нұрбол деген кісі біз келмей тұрып болған. Одан кейін Шыңғыс деген кісі ол сол Мерседеспен келді. Ал нақты айтқанда Нұрбол не істеді сол кезде, сіз келген кезде? Олар мән-жайды қарап уже Нұрғанат ағамен келісіп жатты. Уже кешірімдерін береміз деп. Ал нақты төбелес болған кезде Нұрбол не істеді?
Оны көрген жоқ мен. Мен өзім, бір адам келе жатты да, мен артқа қарата итеріп жіберді. Ал мына екінші сол жақтан төртінші тұрған Шыңғыс деп көрсетіңіз. Оның әрекеті қандай болды төбелес кезінде? Ол Ахмет тұрған кезде мен де ұрайын деді, бірақ мен артқа қарата құлап қалдым да. Оның қолында пышақ не болса басқа заттарды байқадыңыз ба? Жоқ, байқамадым. Мен сол арықтан құлап шыққаннан кейін, бірақ түрлеріне қарамадым, қолдарына қарап, пышақ болған қарап, Ахметті сол талпадан алып шықтық. Ал мына үшіншісі сол жақта тұрған Ильясов Нұрқияс деп таныстырған. Оның әрекеті қандай болды? Ол сол жақта адамдармен әңгіме айтып, сөйтіп тұрды. Сол кезде Ахметті ұрды біреу. Сол кезде уже кипіш басталып кетті. Бірақ нақты не істегенін білмеймін, бірақ сол жерде болған білем. Оның қолында пышақ немесе басқа қару болды ма? Жоқ, байқамадым. Мен түрлеріне қарап, бұлай нақты осы адамдар ұстады деп айтамын, бірақ сондай пышақтар болғанын білем. Әзірше сұрағым жоқ. Қойыңыздар. Жәбірленушілердің өкілдері, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Жәбірленуші Махмет Ахметтің өкілі, адвокат Балманов. Айтыңызшы, мына жәбірленуші Махмет Ахметке қатысты нақты қандай іс-әрекеттер орын алды? Кім ұрды, кім пышақ сермеді? Ахметке қатысты. Ахметті нақты кім ұрғанын білмеймін, бірақ мен өзім бір кісілермен амандасайын деп бара жатқан кезде, уже Ахметтің ұрғанын қарайым, көрем да. Сол кезде уже кипіш басталып кетеді. Маған да бір кісі келе жатқан көріп, мен артқа қарай шегінген кезде артқа түсіп кетем бір аяқпен. Сол кезде қайттан тұрған кезде уже Ахметтің талып, екі жақтан жұлқылап жатқанын көрем. Кімдер нақты жұлқылап атты? Нұрғанат ағамен, сосын тағы бір үлкен кісі. Түріне қарап үлгерген жоқ мен. Өйткені пышақтарды көрген кезде бізге қашыңдар деген бір сөз естілді. Біз Ахмет тартып уже қашып аттық. Адамның түріне қарайтындай уақыт болған жоқ бізде. Жақсы, нақты қай жеріне дене жарақаттарын келтірді айта аласыз ба, Ахметті? Ахметтің сол жақ бет тұсынан ұрған кезде ол талып қалады. Қандай, немен ұрды? Жұдырықпен, шапалықпен ұрды? Немен ұрды? Жұдырықпен ұрады. Кім ұрды? Түріне қарап үлгерген жоқпын. Өйткені менде басқа біреулермен бүйтіп амандасуға бара жатқан кезде Ахмет ұрып жүреді. Қайталап қоюдың қажеті жоқ. Бұны үшінші рет қойып отырсыз бұл сұрақты. Жақсы, сұрақ жоқ. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жәбірленуші өкілдері. Жәбірленуші, сізде сұрақ бар ма? Нұрымов. Сұрақ бар ма куәға? Мерасыз сұрағым жоқ. Жақсы, рахмет. Тек шындық айтса болды. Басқа нем жоқ. Қорғау тарабы, сіздерде сұрақ бар ма? Қойыңыз. Не ол, сот залынан шықсам бола ма? Егер өкілдер қарсы болмаса, Ауруханада жақсы, соған баруым керек. шығуға болады. Мирас, вы не могли бы сказать, когда вам позвонил Шерзат, как он написал именно, что назревает конфликт? Он просто попросил вас подойти ввиду того, что назревает конфликт, или описывал как-то ситуацию? Сұрақ алынып тасталады, бұл сұраққа жауап берді ғой. Ең бірінші затты тасу үшін көмектесу туралы. Уважаемый суд, далее он напомнил, что в своих же показаниях вы указали, что он указал, что далее Шерзат после позвонил и сказал, что назревает конфликт и попросил подойти. Переведите. Ой, аударып беріңіз. Шерзат сізге қоңырау шалған кезде қандай да бір қақтығыс туындайын деп жатыр деп айтты ма? Және Жоқ, мен өзім Шерзатпен сөйлеспедім, ол мен қасымдағы Махмет Ахмет деген дос балама сөйлесті. Мен ол екеуін не айтқанын білмеймін, бірақ маған Ахмет көмекке шақырып жатыр деп айтты. Заттарды тасуға шақырып жатыр деп басында осылай алып шықты. Упомянули, что конфликт назревал.
қандай да бір қақтығыс болайын деп жатыр деді, содан кейін біз келдік деп айттыңыз. Басында солай айтты ғой енді. Біз машинада отырған кезде ол біреулермен ерегесіп қалыпты, жас балалармен. Осылай біз шақырды көмекке деп айтып жатыр. Здесь немного неясно. Он вас позвал на помощь перенести какие-то вещи или решить какой-то Құрметті сот конфликт? жауап берді ғой. Ол сізді бір қандай да Бәріне- затты шақыру үшін көмектесу үшін шақырды ма, әлде ана туындайын деген қақтығысты шешу? Жоқ, Ахмет. Тұра тұрыңыздар. Ахмет Тұра сол тұрыңыздаршы. Құрметті куә, басынан бастап нақтылап айтып беріңізші. Бірінші, сіздер Ахмет Махметпен екеулеріңіз жүрдіңіздер ме, жоқ әлде қастарыңызда тағы біреу болды ма? Қайда болдыңыздар? Біз бильярдта болдық, көп балалармен. Қай жердегі бильярд? Талғарда. Викторияның екінші этажында отырдық біз өзіміз. Кім? Ахметтің інілері, сосын менің сол өзіміздің араласып жүрген дос балалар. Өзіміз отырдық. Неше адам болдыңыздар? 8 бала ғой деймін. Сағат неше кезінде қоңырау шалды Ахмет Махметке Шерзат? 12-ге таман звондады, қоңырау шалды. Содан кейін сіздер шықтыңыздар. Бірінші алғашқы айтты көмектесерсің деп. Заттарды тасуға. Өйткені Ахмет Содан кейін кім шықтыңыздар? Ахмет екеуміз бірінші болып шықтық. Сосын артынан Алдияр шықты. Алдиярдың толық аты жөнін айтсаңыз. Махмет Алдияр. Ол кім болып келеді? Махмет Ахметтің інісі болып келеді. Жақсы. Үшеулеріңіз такси шақырттыңыздар. Такси шақырдық, бірақ ол келем дегенше біз по пути такси ұстап үлгердік. Оқиға орнына үшеулеріңіз бардыңыздар ма? Есімде солай. Тағы кім болған есімде жоқ. Енді сіздер қазір сіз білмей тұрсыз ба, неше адам барғандарыңыз оқиға орнына? Нақты сол үшеуміз барғанымыз есімде, бірақ төртінші біреу болды. Бірақ оның кім екенін білмеймін. Өйткені ол жақта балалар көп болды ғой. Жақсы. Таксимен дүкенге бардыңыз. Отыра беріңіздер. Дүкенге барғаннан кейін қай жерде тоқтап түстіңіздер? Дүкеннен өткеннен кейін бір 5-6 метр жерден өтіп барып тоқтадық. Автокөліктен түскен кезде нені көрдіңіздер? Нұрғанат ағамен тағы бір кісі сөйлесіп жатқанын көрдік. Кім ол? Атын білмеймін мен. Бірақ көзінде жарасы, көзі жырылып кеткенін көрдім. Сол жерде сол екі адам болды ма, басқа ешкім болмады ма? Жоқ, Шерзаттың әкесі және сол Нұрбол деген аға қазір осы жерде отырған. Олар қай жерде тұрды? Нұрбол деген кісі ол машина жақта өз жүрді телефонмен сөйлесіп. Ал Шерзаттың әкесі магазин жақта бір нәрсе жүрді дүкеннің ішінде. Дүкеннің ішінде. Сонда дүкеннің сыртында Гайыпбаев және бетінде жарасы бар тұлға сөйлесіп жатты. Тағы бір тұлға көліктердің жанында жүрді дейсіз. Көліктер қай жерде тұрды? Дүкеннен бір 5-6 метр жерде алдында тұрды дүкеннің. Қанша көлік тұрды? Бірақ көлік. Қандай? Гольф двойка. Темный-синий. Сіздер үшеулеріңіз, әлде төртеулеріңіз автокөліктен түскеннен кейін не істедіңіздер нақты? Біз амандасып, сол дүкеннің алдында тұрдық. Кіммен амандастыңыздар? Сол сыртта тұрған адамдармен. Үшеумен. Жәбірленуші Гайыпбаевпен? Және бетінде жарақаты бар тұлғамен? Сыртта тұрған үш кісімен амандасып. Үш кісі деген жоқсыз, екеу біреу көліктің жанында тұр дедіңіз. Гайыпбаев Нұрғанат аға, қасындағы сөйлесіп жатқан аға екеуі. Сосын мына үшіншісі болды ғой. Жақсы. Сөйлесіп тұрған уақытта жаңағы келесі автокөлік қанша уақыттан кейін келді? 5-6 минуттан кейін келді. Неше автокөлік келді? Бірінші Hyundai Accent, одан кейін артынан 2-3 минуттан кейін Mercedes 140 келді. Жаңа сіз айттыңыз, таксиге отырған кезде тағда Ахмет Махмет Шерзатпен сөйлесті дедіңіз, Сол кезде немене туралы сөйлесті, нақты айтып беріңізші. Ол біреулермен ерегесіп,
соған шақырып жатқанын айтты. Біз жай ғана сөзбен шешеміз деп ойлап бардық. Ол бірақ бізді бильярдтан товар тасуға көмектесеміз деп алып шыққан еді. Сіз оқиға орнына барған кезде Шерзатты көрдіңіз бе? Жоқ, Шерзатты көрген жоқпын. Бірақ біз қаш кеткеннен кейін оған сразу звондадық. Қайдасың, келдің бе деп. Сол кезде ол трубканы алып, мен қазір ғана келдім, біз келмей қоюымызды сұрады біздің. Сұрағыңызды қоя беріңіз, құрметті қорғаушы. Жақсы, рахмет. Қоя беріңіз. Адвокат Бабажанова. Мен мынандай сұрағым. Мына магазиннің алдында бар ғой, жарықтық қандай болды? Жарықтық жақсы болды. Ондай қатты қараңғы болған жоқ. Кәдімгі адам түрін Жоқ, адамның бет бейнесінің көрінетіндей жарықтық болды ма? Я, жарық болды, кәдімгідей. Енді сіз айтып жатырсыз, 3-4 баланың қолынан пышақ көрдім деп. Я, көрдім, бірақ мен олардың түрлеріне қарап үлгерген жоқпын. Ал түрлерін қарап үлгермесеңіз, онда пышақты қаяқтан көрдіңіз? Қолдарынан көрдім ғой, өйткені түрлеріне қарамасам да, сол Ахметті тартқылап жатқан кезде кәдімгідей пышақтарын көріп үлгеріп қалдым мен. Олар сол пышақпен не істеп тұрды? Мынандай барсеткаларында болды, шығарып атты. Сол кезде біз көріп қалдық та, пышақ көргеннен кейін қашуға тырыстық. Ахметті. Сіздерге біреу қаш деп айтты ма? Я, сондай дауыс естідік біз, қашыңдар деп. Нақты кім айтқан, қаш деп айтқан? Жоқ, мен оның кім екенін нақты айта алмаймын. Одан кейін қай жаққа қарай қаштыңыздар? Қараңғы көшенің атын есімде жоқ, мен сол көшемен жоғары қаратай қаштық. Қанша адам қаштыңыздар? Сол келген балалармен өзіміз таксимен келдік қой, сол балалармен бірге қаштық. Енді сіздердің арттарыңыздан біреу қуалады ма? Қажатындай? Жоқ, біз бір қуыс көшеге қаратай бұрылып қараған кезде арт жағымызда бір топ адам жүгіріп келе жатқан көргеннен кейін қайтадан тағы да қаштық, өйткені бізге қаратай жүгіріп келе жатыр деп ойладық. Ол қандай ара қашықта жүгірді енді сізге? Сіздер ана баланы аластап қаштыңыздар ма? Сонда артқа қарадыңыздар ма? Біреу арттарыңыздан қуалап жатыр ма? Қуалап жатқан жоқ па? Біз қашып бара жатқан кезде оқтың атылған 2 рет естідік. Сол кезде стоять деп біреу бақырды. Біз сол кезде участковый келді деп ойладық да, арғартай қашып бара жаттық. Сол жақта не істедіңіздер? Біз тоқтап Шерзатқа қоңырау шалдық. Шерзатқа қоңырау шалған кезде ол алды да, мен енді ғана келдім, келмей қойыңдар деп бізге айтты. Бәрі нормально, келмей қойыңдар деп. Біз бір 5-6 минуттан кейін қайттан звондасақ, ол қоңырауды көтермеді. Сіздер сол жақта тұрып, Шерзатқа кім хабарласты? Махмет Ахмет. Ол қайт кетіңдер деп айтты, сендерге? Я, қайт кетіңдер, уайымдамай қойыңдар, бәрі жақсы деп айтқан. А оқтың несін қай кезде естідіңдер? Біз қашып бара жатқан кезде бір 200-300 метрден кейін. Сол кезде естідіңіздер. Не үшін қайтып келдіңіздер? Біз қайтадан қоңырау шалған кезде ол трубканы көтермеді. Біз сол кезде уайымдап бастадық. Бүйтіп қараған кезде сол домдардың қасында тұрғындар үйіліп тұрғаннан кейін бір нәрсе болғанын сездік. Сосын қайтадан бардық. Енді мына сіз оқиға болған жермен сіздердің қашқан жеріңіздің ара қашықтығы қанша? 400 метр, 500 метр дейін шығады. Айғай-шу бір андай не естідіңіздер ма? Сол жақта тұрып. Жоқ, ондай қатты дауыс естімедік. Біз просто бақырып атқандарын естідік. Сондай дауыстарды ғана естідік. Атыстың қанша рет атқанын естідіңіздер? Оқтың 2 рет атылғанын естідім мен. 2 рет атылды ма? Енді нақты мына жақта отырған сотталушылардың мынау қолында пышақ болды, мына қолында болды пышақ деп айта аласыз ба? Жоқ, мен түрлеріне қараған жоқпын ол кезде. Ахметке қарадым да. Ахмет алып шығумен болды бар ойым.
ана пышақтың қандай екенін бейнелеп айтып бере аласыз ба? Қолданыстағы пышақ па? Қандай? Жоқ, ол есімде қалған жоқ пышақтың қандай екенін, бірақ нақты пышақ болған білем. Бұл сұрағым жоқ. Келесі. Адвокат Садибеков. Менде бірақ сұрақ сізге. Жаңағы Берғожаев, мен ұрайын деді дейсің. Сол ұрайын деген қалай түсіндіңіз сіз ұрайын деген? Амандасуға бара жатқан кезде, сол кезде Ахметті де ұрып қалған кезде, маған да біреу бүйтіп келе жатты, ұратындай бүйтіп. Қалай түсіндіңіз оны ұрайын деп тұр екен сіздер? Не қолын көтеріп кәдімгі келе жатты ғой. Мен артқа қаратай шаг жасаған кезде, артқа қаратай бір аяқпен түсіп кетем құлап. Сіз құлағаннан кейін ұрған жоқ па сізді? Жоқ, итер жерді ғой. Сол кезде тұрды да, мен қайтадан тұрған кезде Ахметті екі жақтан тартып атқанын көрдім. Сосын уже конфликт, яғни кипіш басталып кетті. Сіз ұрған жоқ қой сонда? Жоқ, просто итер жерді артқа қаратай. Сұрақ жоқ. Қойыңыз. Адвокат Баймұхан, сотталушы Қали Ахмет мүддесінде. Айтыңызшы, куә, сіз жаңа айттыңыз, оранжевый акцент дедіңіз, Hyundai машинесі келіп тоқтады, ішінен 3 адам түсті дедіңіз. Ол 3 адам амандасты. Амандасқаннан кейін сол 3 адамның іс-әрекеті қандай болды? Қайда кетті, не істеді? Бір кісі Нұрғанат ағамен амандасып, жай әңгіме айтып тұрды. Осылай конфликт болып қалды деп. Ал екі кісі ол магазин жақтың есігіне қаратай бара жатты. Барып сол жерде тұрған. Енді сол артынан екінші кабан машинесі келді дедіңіз. Оның ішінен балалар шығасап төбелес бастады дедіңіздер, жаңа ұрып. Сол кезде дүкенге кірген балалар сол төбелестің ортасында болды ма? Сіздерді итерген адамдардың ішінде, немесе жаңағы Махметті ұрған адамдардың ішінде? Иә, сол үшінші машина Мерседестен түскен адамдар. Акцент машинесінен түскен адамдар? Жоқ, олар ештеңе істемеді, просто әңгімеге тартып, мирно шешіп кетуді қалады. Енді айтыңызшы, сіз жаңа айтып отырсыз, оқтың атылғанын естідім, одан кейін Шерзат звондады. Яғни Шерзат сіздерге оқ атылғаннан кейін қанша уақытта көлемінде звондады? Жоқ, Шерзат звондамады, біз звондадық ол кезде. Сол қанша уақыттан кейін звондадыңыздар? Оқ атылды, естідіңіздер 2 рет. Содан кейін қанша минут, 1 минут, 2 минут, 3 минут көлемінде сіздер Шерзатқа хабарластыңыздар? 2-3 минутта. 2-3 минутта. Ол жаңағы телефон тұтқасын алғанда арғы жақта бір төбелес болатқан, ұрыс-керіс болған дауыстарды естідіңіздер ме? Ол жағы мен өзім нақты айта алмаймын, өйткені мен өзім сөйлеспедім Шерзатпен. Шерзатпен өзіңіз сөйлеспен жоқсыз. Сон жаңа айттыңыз, бақырып жатқан дауыс естідім дедіңіз. Жаңағы анасының айқайлап көмек сұраған дауыстарын естідіңіз ба сол жерден? Әйел адамның дауысын, немесе біреу полиция шақыр, скорый шақыр деген дауыстар естілді ма сіздерге? Жоқ, біз ол кезде ұзап кеткен едік та, артқа қараған кезде уже участковыйлар келіп, бір-бірімен сөйлесіп жатыр деп ойлағанбыз. Бірақ ойладыңыздар, е? Иә, ойладық. Рахмет, сұрағым. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз. Қой беріңіз. Қорғау Шабенов. Сіз айттыңыз жаңа барсеткаларынан бірнеше адам болды ма? Барсетка бірнешеуінде болды ма? Жоқ, мен өзім алдымда тұрған адамнан қараған кезде бір барсеткасынан шығарып жатты, біреу қалтасынан шығарып жатты. Не шығарып жатты? Пышақ. Пышақ көрдіңіз ба нақты? Иә, нақты қолында. Иә. 3 адам тұрды алдыңызда? 3 адам емес, 3 адамнан көп болды. Жоқ, ішке кіргенде, келген бетте бір машинеден 3 жігіт түсті, 2 қыз түсті, 2 қыз магазинге кіріп кетті. Жоқ, тұра тұрыңыз. Мерседес автокөлігінен қанша адам түсті? Алдынан 2 адам, артынан 3 еркек, 2 әйел адам түскен. Барлығы 7. Иә, солай көрдім мен өзім. Жақсы. Енді сұрағыңызды қоя беріңіз. Жарайды. Содан 3 еркек келді ма қастарыңызға, или 5 келді ма? Жоқ,
сол жақтағы болған адамның бәрі тура қасымызда, алдымызда тұрды. Жарайды. Сонда кім ұрған? Ахмет па, Махмет па? Жоқ, мен айттым ғой, мен өзім қарап үлгермедім. Тани алмайсыз ба осы жігіттерді? Сұрақ алынып тасталады. Мен түрлеріне қарап үлгерген жоқпын ол кезде. Құрметті қорғаушылар, қоя бермеңіздерші, бір сұрақты қайталап. Содан кейін, Мерстен кейін, 6 минуттан кейін тағы бір мәшин келді ма? Біз қашып кеттік қой ол кезде. Түсінбедім. Ол кезде біз қашып кеттік қой, көре Сұрақ алынып тасталады, жауап бермеңіз деп. Мерстен кейін келген адамды көрмедіңіз. Ал енді сіз жаңа қайта беріңіздер деп айттыңыз, иә? Сол жерде. Сіз кетіп қалдыңыз, жаңа қайтып келдіңіз, телефонды звонок еткенде қайта беріңдер деген сөзді айттыңыз алдында. Жоқ, оның бірінші трубкасына қайта беріңдер, келмей қойыңдар деген сөйтіп айтты деді бізге. Одан кейін қайтадан звондаған кезде ол трубканы көтермеген, біз уайымдап қайтадан бардық өзімізбен. Адвокат Бөленбаев. Қазір қойыңыз. Айтыңызшы, қайткен кезде Шерзаттың апасын көрдім дедіңіз, иә? Иә. Ол кісінің қандай жағдайда болды? Ол кісінің уже жағдай төменде кеткенін, сендер кімсіңдер, ана жақта менің балам деп только бір сөзді ғана айтқан. Ол кісі магазин дәл алдында болды ма, или магазин алыста болды ма? Жоқ, магазин алдында есікке сүйкеніп тұрды. Есікке сүйкеніп тұрды, иә? Жақсы. Қайдан дейін сұрағым. Осы отырған жігіттердің ішінде неше адамды көрдіңіз сол жерде? Сұрақ алынып тасталады. Құрметті сот. Сұрақ алынып тасталады. Келесі сұрақ. Менің адам. Мен сізге ескерту жасаймын. Сұрақ алынып тасталады. Басқа қойыңыз. Адвокат Калиева Аскентай Дарханның мүддесінде. Тыныш. Осы соттың алдында берген жауабыңызда сіз айттыңыз, 3-4 адамның қолынан пышақ көрдім, кәдімгі ашылып жабылатын пышақ дедіңіз. Оның ашылып жабылатын екенін қайдан байқадыңыз? Ол кәдімгі көзге көрінеді, бір қолға жиналып тұрып кәдімгі бәк екені көрінеді. Ал ашылмайтын пышақ болса, кәдімгі оның ұшы көрінетін еді. Демек, сіз пышақтың жабылу күйін көрдіңіз ба, жоқ әлде ашылған күйін көрдіңіз ба? Жабылу күйін көрдім мен. Жақсы, рахмет. Сотталушылар, сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз. Мен Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы. Бір сұрағым бар еді сізге, қойсам. 2024-тің 3-іне 4-іне қараған түні сіз бағана алдыңғы сұрағыңызды айттыңыз, жауабыңыз айтқан сөзіңізде. Бір жарақаты бар, бір жігіт тұрды дедіңіз. Нұрбол жарақаты бар, бір жігіт тұрды деп айттыңыз, иә? Ол жарақатты кім келтірген сізге нақты айтты ма? Кім келтірген? Жоқ, біз білмедік, бірақ Шерзаттан кешірім сұрасын деп айтып атты. Біз кім ұрған, сол жарақатты кім істегенін білмейміз. Өзің болжағың Шерзат ұрды деп ойладым. Жоқ, кім екенін білмеймін, бірақ Шерзатпен ерегес қалған біліп, сол кешірім сұрауға шақырып атқанын білеміз. Жарақатын көрдім. Жарақатын көрдім, бірақ кім істегенін білмедім. Екінші сұрағым, сол куәгер жағынан, жәбірленуші жағынан сол жерден бұл жарақаты бар жігітке бір 103-ге, скорыйға или бір дәріханамен бір жарақатына бір ем көрсету ой туындады ма сендерде? Нұрғанат ата өзі айтты ғой, қазір өзіміз көмектесеміз деп. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз. Мен Тоқтаубаев Нұрбол, сотталушы куәгерге бір сұрағым бар. Қойыңыз. Жаңа көрдім деп тұрсын, сол сәтте мен Нұрғанатпен сөйлесіп тұрған кезінде қолымнан қару немесе жарық бірдеңе көрдім ба? Жоқ, ешқандай нәрсе көрген жоқпын. Тағы сұрақтарыңыз бар ма, сотталушылар? Қойыңыз, қорғаушысы. Микрофон беріңізші. Өзіңізді кім екенін таныстырып. Қорғаушы Сарманова Баян. Сіз Шерзат марқұм сіздерге звондады. Сіздер қандай машинамен келдіңіздер? Мен машинаның маркасын білмейдім ол кезде. Такси ма, жоқ өздерің машинең ба? Жоқ, такси. Таксиде жауап берді ғой бірінші. Кешіріңіз. Сол жерде келген кезде сіздер Шерзатты көрдіңіз ба өзіңіз? Көрген жоқ, сіздер жауап берді. Оны мұқият тыңдап отырыңыздаршы, көрген жоқпын деп айтып отырды. Сол қайтып келгенше де біткенше көрмедіңіз? Жоқ. Сол күні вообще көрген жоқпын. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сотқа жауап бергеніңізге рахмет. Отыра беріңіз.